Алматы жастары 35 жасқа дейінгі жастарға арналған жеңілдікпен берілетін бағдарламаның мына бүгін 1 шілде күні тізімі шықты. Қанша балл алдыңыз, резервтасыз ба, негізгі основной списоктасыз ба? Ол тізімді біз қайдан көреміз? Қараңыздар, almatijastары.kz сайтына кіреміз. Бірден каждый қандай құжат, шарттары барлығынан өткеннен кейін мына қараңыздар. Список граждан, получивших направление деп тұр. Жолдама алған азаматтардың тізімі. Списоктық басып, сіздерде Excel форматта список скачать етіледі. Әр тапсырылған салая, білім беру, денсаулық, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, журналистика, мәдениет, спорт саласы барлығы бар. Сіздің аты жөніңіз, міне бірінші өткен 1000 адам. Білеміз, бұл бағдарлама бойынша 1000 адамға грант берілді. Және оны әр салаға бөліп қарайды. Сіздің алған балыңыз және сізге міне жауабы, ответі шығып тұр. Жолдама, направлениені жеке кабинетіңізден аласыз. Әр адам өзінің аты жөнімен балын барлығын негізгі тізімді көрсе болады. Негізгі 1000 адамның негізгі тізімі жолдама алған. Ал резервке тұрған азаматтардың тізімін бассаңыз, сіз құжаттың барлығын дұрыс талапқа сай толтырған болсаңыз, балыңыз аз болса, сіз резервке енгізілуіңіз мүмкін. Қазір резервте қанша адам тұрғанын көреміз. Мына 6 жоғарғы оқу орнының қызметкерлері, ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері 6 балдан бастап резервта тұр. Білім беру саласы 2 балл дейді. Міне сізге берген ответі резерв. Резервта қанша адам тұрғанын көреміз қазір. Білеміз, конкурсқа 11 000-нан аса адам құжат тапсырды. 673 адам резервта тұр екен. Егер өзіңізді негізгі тізімнен де резервтан да таппасаңыз, кері қайтарылған өтініштер тізімінен табуыңыз мүмкін. Егер қандай да бір құжатты қате тапсырған болсаңыз. Отказ дейді. Причинасы жазылып тұр. Отказдың өтінімдерді қабылдау, таңдаған салада қажетті жұмыс жасамаған, жұмыс орнының анықтамасы берілмеген деген, таңдаған саласына қызмет саласы сәйкес келмейді деген сияқты причиналары болуы мүмкін. Немесе сұрап тұрған қажетті құжаттар толық емес жағдайда отказ беріледі. Отказ 9526 адамға берілген.